Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен шоколадты Спартак тортымен бөлісемін, яғни магазиндерге тапсырып жүрген тортым. Мен бұл жерде 2 банкі балды пайдаландым. Бірінші банкісін құйдым, енді екінші банкісін құйып жатырмын. Балды баяу отқа қойып қоямыз. Осы мезетте қантты, сары майды, ұнды, какаоны, жұмыртқаны барлығын өлшеп қойып қоямыз. Қанттың үстіне жұмыртқаны саламыз да көпіртеміз. Көпіргенше миксерлейміз, аппақ болып көпіргенше. Сосын балдың үстіне 3 десертный ложка, яғни менде бұл жерде чайный ложка де болады. Чайный ложканы толтырмайсыз. Десертный ложканы полный қылып 3 қасық ас содасын салдым, көпірттім. Үстіп қызарғанша, бал деген осылай қызарғанша отта тұрады. Осының үстіне отты өшіреміз, отты ұмытпай өшіреміз. Мед қызарғаннан кейін осының үстіне майды саламыз. Май осылай еріп, жақсы болып, суып, күшті болып тұрады. Осы мезетте жұмыртқамен қантымызды аппақ қылып көпіртеміз. Көпірген қант пен жұмыртқалы массаның үстіне жаңағы бал мен сары майды құямыз. Бір араластырып аламыз. Бір араластырып алғаннан кейін осының үстіне 2-ге бөліп, ұнымыз бен какаомызды саламыз. Шашыратпай, ұшырмай жан-жаққа. Жайлап, баппен 2-ге бөліп, жайлап, миксердің басымен бірінші біріктіріп аламыз. Сосын барып миксерді жайлап соғамыз. Қоймалжың әдемі масса шығады. Кейбіреуінің ұны әртүрлі, әркімнің. Менің кейбір жерлерге молдау ұн кетеді рецептіден. Бүйтіп қарайсыздар ғой, былай қарағанда қоймалжың әдемі масса шығу керек. Пергамент қағазымды смек формасымен мен кесіп алдым, қиып. Осыған 4 бұрышты қылып 5-6 ас қасық массаны салып, өлшеп салып, осылай тегістейміз бетін. Бетін тегістейміз. Осындай теп-тегіс болып шығу керек. Сосын осыны 200 градус, 180 градус дейінші, асты үсті конвекциямен смек пешінде пісіріп алдым мен. Әсел пешке де пісіруге болады. Басқа Ханза сияқты, LG сияқты пештерге де пісіре беруге болады. Қай пешке де жақсы шығады. Осылай 2 шетін кесіп аламыз. Сосын бұны кескендерімізді блендермен ұсақтап, крошка жасап аламыз кескен бөліктерден. Енді креміне кірісеміз. Креміне қаймақ 20%, 25% бола береді. Сливки, шантипак және де баклажкідегі сгущенка кетеді. Алдымен салқын сливкиді құрғақ ыдысқа құямыз да миксерлеп аламыз, әбден көпіргенше. Қант ештеңе салмаймыз, тек сливкидің өзін миксерлейміз. Осылай әбден көпіріп, көтеріліп, креміміз күшті болып тұрады. Осының ішіне 5-6 қасық, ас қасық қаймақ қосамыз. Сосын баклажкідегі сгущенканы құямыз. Екеуін тағы да әбден миксерлейміз. Осы мезетте кремнің дәмін қарайсыздар. Тәтті, жақсы крем болып шығады. Сгущенкасы аздау болса, кішкені қосып жіберуге болады. Қаймағы аздау болса, қосып жіберуге болады. Онда тұрған ештеңе жоқ. Қаймақ тортымызды өте жұмсақ қылып, коржымызды жұмсартады. Сол үшін бізге қаймақ керек. Осылай коржға 5-6 қасықтан салып, бірінің үстіне бірін қойып, 5 корж, кейбіреуінде қалың болып кетіп жатса 4 корждан қойып, тортты барлығын жинап шығамыз. Жан-жағының барлығына крем жағамыз тортты. Сосын жаңағы крошка бар, ұсақтап алған, қиып алған. Сол крошканы жан-жағына себеміз. Сосын себемізде шеттерінің барлығын шығарып, бортик шығарамыз. Бортик әдемі болып тұрады тортта осылай. Сосын бортик. Енді осы жерде сіздерге шоколадты еріткенімді көрсеткен жоқпын. 100 грамм Қазақстан шоколадына 25 грамм сұйық май құйып, ертіп аламыз микроволновка. Сосын осылай бетіне құйып шығамыз. Сосын бұны 5 минут морозильникке қойып, бетіндегі шоколады қатырып аламыз. Қатырып аламыз да морозильниктен шыққасын осылай 4 бөлікке бөлеміз. Осындай 4 бұрышты пластик ыдысқа
төртеуін саламыз. Дүкенге апарғанда да әдемі көрінеді, таза. Ал сіздермен болған мен Лаура. Каналыма тіркеліп лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Көп рахмет.